Абу Хурайра радиаллаху анху мынандай бір қиссаны әңгімелейді. Бір кісі Абу Бәкірге тіл тигізе бастады. Ол жерде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламда отырған. Пайғамбар саллаллаху алейхи вассалам таңырқап, езу тартып күліп тұрды. Әлгі адам шектен шыға бастаған соң, Абу Бәкірді бірер сөзбен жауап қайтарды. Сонда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам ашуланып кетіп қалды. Абу Бәкір радиаллаху анху болса, соңынан қуып жетіп, «Уа Алланың елшісі, ол маған тіл тигізіп жатқанда сіз отырған едіңіз. Оған бірер сөзбен жауап қайтарғанымда ашуланып тұрып кеттіңіз. Неге?» деп сұрады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам, «Сені қорғап бір періште жауап беріп жатты. Сен жауап бере бастағанда шайтан келді. Ал мен шайтанмен бірге отырмаймын» деп жауап берді. Ахмед Байхақи. Сүннетке сай өмір сүр.